үмітімді үзбей өтем. Әңгіме. Тіршілік атты телегей теңіздің арнасымен сырғып өткен өмірінің 80 жылға тақау кезеңінде бұл тап қазіргідей бейнетпен жан азабын тарта қойған жоқ шығар. Басынан нелер өтпеді дейсің. Тіпті кешегі қанды қырғын соғыстың да 3 жылын бастан өткізді. Әттеген ай талай ерді жер жастандырып кеткен қаңғыған бір оқ келіп мұның да жүрегіне қадалмаған екен. Сөйтсе бұл сол үшін тап қазір өкінбесті еді. Онда мына жанын күйзелтіп қойған жалғыз ұлда дүниеге келіп жер басып жүрмес еді. Әттең шіркін. Осы бір ауыр ойлар жан дүниесін жегідей жеп жатқан әлі қарт басын әзер көтеріп отыруға бейімделді. Төсек тартып осылайша мүсәпір халге жеткеніне жылға жуықтады. Өткен жылдың қоңыр күзінде кемпірі де осы арада төсек тартып жатып алғаны барды. Көп сөйлеуді білмейтін, үнемі шалының қабағын бағумен, соның көңіл күйінің ыңғайын тауып өмір сүрген сол байғұс кемпірі мұның маңдайына біткен бағы, қолындағы ырыс екен-ау. Өз ғұмырында 9 құрсақ көтеріп, бірақ соның бірінен соң бірі шетінеп тұрмайтын болған соң әбден зәр азаптанып, әбдісі ұшқан кейуана шалының алдында бұғып өсті. Апыр-ау, бір шаңырақтың ұрпағының кіндігін үзіп аламын ба деген қауіпті ой күні-түні ол байғұстың жүрегін қақырататын. Тәңірі көз жасын көрді ме, әйтеуір соңғы көтерген мына Аманбайы өсіп қатарға қосылды. Бір кіндіктен жалғыз екенін де уайымдай қойған жоқ. Тәңірім жалғызыма өзің жар бола гөр деп жатса да, тұрса да Аманбайының тілеуін тіледі екеуі де. Сөйткен ұлдары өсті, ешкіммен кемде болған жоқ. Бір үйдің жалғызы болған соң да, оны маңдайынан шертпек түгілі ешкім мұның бетіне тік қарап көрген жоқ шығар. Кеше өлейін деп жатыр едің, тұрыпсың ғой. Манадан бері көзі қарауытып, басын еркін көтере алмай әзер отырған қарт ту сыртынан шыққан мына бір рақымсыз үннен есеңгіреп кеткендей болды. Ол өзінің жалғыз ұлының даусын көптен бері естіп тұрғаны да осы еді. Балам-ау. Жастыққа басы сылқ етіп құлай кеткен әлі қарт, балам-ау деген бір ауыз сөзді тілі күрмеліп әзер айтты. Онан әрі қимылдауға да шамасы келмей тек ауыр демалысы ғана тіршіліктен хабар беріп жатты. Балам-ау. Осы бір сөзден қарт жүрегінде әлі де өз кіндігінен шыққан ұрпағына деген суымаған сезімі жатыр еді. Қайран қарт тағы да не айтқысы келді екен? Тұла бойын шөл қысып жатқан соң бір кесе айран, болмаса бір ыстық шай ішкісі келгендігін айтқысы бар ма? Әлде Аманбайдың бұлайша неге тас жүрек болып кеткендігін сұрағысы келді ме? Не де болса әлі қарттың көкірегінде үлкен бір қасіретті ойдың тұншығып жатқаны анық болатын. Әй, сүмелек, әкеңді жаңа көріп қалдың ба? Мәгәзін ашылса бар да бірдеңе алып кел. Жүнжи қалғаның не? Әкеңді бүгін өлеттеп пе едің? Аманбай селк ете түсті. Төргі үйден шашы басы дудар-дудар болып сөйленіп шығып келе жатқан әйелінің мына ащы үні Аманбайдың масаңдау миына шақ ете түсті. Әй, тарт тіліңді. Бұл менің әкем. Әкем ғой. Әкеңді жаңа танығаныңа да шүкіршілік. Ит аяқтан ас ішкізіп жүрген әкеңді жаңа көріп қалған екенсің. Әй, кеше-кешке ғана жағасынан алмап па едің? Енді әкем дейсің. Тарт тіліңді. Әйеліне мысықша атылған Аманбайдың көзі қанталап қолымен еденді қарманып әуре болды. Қолына арақтың бос шынысы ілегіп еді, бар пәрменімен әйеліне қарай жіберіп қалды. Баж еткен әйелдің ащы даусымен бірге сарт етіп күл пәршасы шыққан бөтелке сынықтары жайрап жатты. Ащы айғаймен әлдебір сартылдан қарт қойнында ұйықтап жатқан бала да шошып оянып жылай бастады. Әй, қарақтарым. Қарт үні естілер-естілмес әлсіз шықты. Баяғы күні болса мына қылықтар үшін бұл екеуінде қамшының астына алып сазайын тарттырар еді. Қартайып шөгіп буыны қалтырап, тізесі дірілдеген осы бір мүсәпір уағында жалғыз ұл мен келіні мұны әкем деп күтпек түгілі жанын азапқа салғанын қайтерсің. Бұл жалғыз ұлдың тілеуін тілегенде ол осылай болсын деп тәңіріне жалбарынып па еді. Егер Құдайдың бары шын болса, бір мұны жарылғар еді ғой. Тіршілік иесіне қиянат жасамағандардың бірі осы. Тәңіріне жаңылмай-ақ құлшылық еткендердің де біреуі осы. Сондағы жарылқағаны кеудесінен жаны шықпай көкірегі сайрап, бәрін де сезіп жатқан қарттың жалғыз ұлы мен келіннен естігені осы ма? Ондай тіршіліктің құны да көк тиын онда.
Әттең. Мына қойнында жәутеңдеп тығылып жатқан сәбидің күні не болар екен? Ұлын бауырына басып бағар дейтін шешесінің сыйқы анау, баласын аялар дейтін әкесі арақтың уынан есін жие алмай мәңгіріп әне отыр. Сорлай, күнің не болар екен? Әкең де, шешең де осы үйге мас болып келгенде ойнап отырған ойыншықтарыңды тастай салып, жүзіндегі шаттық әлде неден үріккен торғайдай ғайып болып, екі көзің мөлдіреп қашанға дейін қойныма жасырынармын дейсің, ботам. Әттең, дүние-ай! Қарттың зерек көңілінде сайрап жатқан осы бір ойлар кәрі жүректі қысқан кезде ол алқынып демігіп қалады. Санасы бүтін шағында ана отырған жан дегенде. Жалғыз ұлына соңғы айтарын айтуға сан рет бекінгенімен ол әке, жайын қалай, науқасың жаныңа батып жүрме деп бала болып жанына жоламағанын қайтерсің. Өз қызығы өзінде, сайраны арағында болып қана жүрген ұлының көз алдында өзін жатсына, жатырқайда бастағанын кәрі жүрегі сезіп, көңілін қауіпте билеп алатын еді. Оның маңдайына жазған келіні Бақытжамал да соңғы уақытта ішімдікке әуес болып алды. Сауыншы болған соң уақытының көп бөлігін түзде өткізетін ол да әлде бір желіккендерге ілесіп, ақыры ар-ұяттан безінуге айналды. Ақыры міне, қартқа тілін тигізуден де тиылар емес. Балаң кәпір болса да келінің кәпір болмасын дегенді бір ойшыл тауып айтқан ғой, шіркін. Ата! Қарт жүрегі сәбидің шырылдаған үнінен дір етті. Өзін жұлқылап екі көзінен жас парлап тұрған немересінің бейнесі болды көзін сәл ашқанда бар көргені. Құлыным сол. Еріндері күбірлеп қана әзер сөйлеген қарт кемсеңдеп жатыр еді. Оң қолын әзер көтеріп көкірегіне басын салып солқылдап тұрған немересінің маңдайынан сипады. Құлыным. Ата, шай әкеп берейін бе, шай ішесің бе, ата? Сәби жүрек атасының маңдайынан сипағанына шаттанып жүре бергенді. Манағы бар қауіпті ұмытқан ол орнынан ұшып тұрды да қазандық үстіндегі шәйнекке су құйып баудай шұбалған сымын тоққа қосты. Ас үйдегі бықып жатқан стол үстіндегі қатқаннан қалдықтар мен туралған жуаларды сырды да басталмаған бір табананнан бір үзім кесіп алып, үстіне жұқалап май жағып, аздап шекер сеуіп атасының жанына жүгіріп келді. Қазір атасы да, өзі де мына май жағылған нанды армансыз жейтін болады. Сол нанды жеп рахаттана жайланған атасы бұған қызық әңгімелер айтады. Баяғыда әжең марқұм, онда тірі болатын. Сен туған жылдың күзі жарықтық берекелі болды. Ойпырмай сондағы астықтың шығысай, ел болып ие бола алмай қалдық қой. Мен де қарап отырмайын деп қырман күзетіне бардым. Бір күні түнде қырманды айналып жүріп келе жатсам, анадайдан бір нәрсе қараңдайды. Қолыма ешбір қару алған жоқ едім, тіксініп қалдым. Қорбаң етіп өзіме қарай таяп келеді әлгі. Кімсің десем де, ол не үн қатар, не тоқтар емес. Енді қасқыр болсаң да көріп алайын деп қасқайып тұра бердім. Сөйтсем әлгі сенің әкең болып шықты. Ой, сені түнде сайтан жетелеп әкелді ме десем. Бақытжамал босанды. Апам шалды да қуантып кел деген соң келіп едім деп міңгірлеп тұр. Сөйтсем сен келіпсің мына жарық дүниеге. Ата, мас емес пе екен сол жолы? Жоға. Аманбай ол кезде ойын тойда ғана ішуші еді ғой. Баяғыда әжең марқұм, онда тірі болатын. Әрдайым осылай деп басталар қарт әңгімесі оның өзінде жас сәбиді де қиял бесігіне салып тербейтін еді. Бейкүнә қарт пен сәби екеуара шүйіркелесіп ұзақты күнді бірге өткізетін. Әлі қарт үй шаруасын келін баласына қаратпай-ақ өзі тындырып қоятын. Соңынан бір елі қалмайтын Нұрбегіне де түрлі шаруаның мән-жайын айтып түсіндірумен болатын. Әйтеуір көзі қаныға берсін дейтін бұл. Тіршіліктің бұл ұрпағына да қандай керуен тартқызарын кім біліпті. Әйтеуір ұшар қанаты бекей берсін деген ізгі ой қарт көкірегінің түкпірінде жататын. Ата, мә, нан жеші. Қарның ашты ғой, нан жеші. Бала үніндегі бұрынғы еркелік мүлдем жоғалғандай еді осы сәтте. Қарты іріңдеген көзін аша алмай отыр. Сақал мұрты қаулап өсіп, жағы суалуға айналған атасының мына күйі сәби жүрегін шошындырғандай еді. Үстіндегі көне тос шапанын әлсіз қолдармен немересінің жұлмалап жатқанын да, жүрегін үрей билеп алғанын да қарт көңілі сезіп жатыр.
Көзін ашып немересі ұсынып тұрған нанды жердет, басын көтеруге әлі келмей жатқаны ғой. Әйтпесе ата деп аталаған немересінің құлын дауысы шұрқыраған сәтте кеудесіндегі жүрегі тіршіліктен сыбыс беріп тұрса, бұл көрде жатса да орнынан бір аунап түспес пе еді. Шіркін, әлінің біткені де бұл. Мұны қалжыртқан да қайран шіркін анау жалғыз ұл мен келіннің қылықтары ғой. Апырайтын болмаса біреуі сау жүріп мынау үйге, мынау балаға қарасайшы. Оған да тәубе қылар едің. Ал екеуінің бірдей мастықтан сең соққан балықтай сандалып жүргенін көріп, ел бетіне қарай алмай, мың өліп, мың тірілетін. Баласы арақ ішсе, анасы өшет деген рас екен. Байғұс кемпірінің әлсіз жүрегі жалғыз ұлының, одан қалды үмітім деп басына ақ жаулық салып, ақ босағасына түсірген келіннің бұл масқаралықтарын көтере алмай мезгілсіз үзіліп кетті. Жан-жағынан осы бір ойлар анталағанда әлі қарттың көз алдына кемпірі ақықтың бейнесі келіп тұра қалатын. Әй, байғұсым-ай, мен өлген соң күнің не болар екен деп айтатын, төсек тартып жатқанда. Ақық пештің күлін алып, от тұтата алмай әуреге түсіп отыратын шалына аянышпен қараушы еді. Қайран әйел жүрегі өзінің өмірлік серігінің жетімсіреп, қазіргідей кіріптар күйге душар боларын сезінген ғой шамасы. Не де болса әйтеуір асыл ана, қарт басына осы бір қараң күннің туарын және оны тудыратын 9 ай, 9 күн көтеріп, ақ сүтін берген өзінің жалғыз ұл екендігін сезетінде жүрегі қысылып, талықси беретін. Ол да осы бір ойдан тұншығып, мәңгілік дүниеге кете барды. Осы бір шаңырақтың мына дәрменсіз қарт пен жас сәби екеуінің де қызығын да, қуанышын да өзімен бірге ала кеткендей болды жарықтық. Әлден уақытта қарт санасы қалпына келіп, немересінің нан жеші деген үнін айқын ести алды. Басын көтеруге ыңғайлана беріп еді, немересі әлсіз қолдармен сүйіп отырғызды да, жастығын түзеп биіктетіп берді. Көзін ашып немересіне қарап күлімсірегісі келді. Алайда жанындағы сәбиіне жүрек мейірімін төгіп күлімсірей алды ма, жоқ па, оны өзі де сезе алмады. Немересі ұсынған нанды қалтыраған қолына алып, басын сәл еңкейтіп, алақанындағы нанға ернін тигізді. Кейберсіген еріндері діріл қаққаны болмаса, жағын ашып, тісіне қатқан нанды баса алмай, қолы сылқ етіп, қайтадан көзін жұмып алды. Ата, наныңды жеші енді. Қазір, құлыным, қазір деген қарттың әлсіз үні сәбидің көңіліне шаттық сәулесін шашқандай болды. Ана терезенің пердесін ашсайшы, үйге жарық түссін. Қазір ата деп сәби жүгіре жөнелді. Сәби қолдары перделерді сырғаны сол еді, күн көзінің шуағы үй ішіне төгіліп сала берді. Жарық әлемнің ақ сәулесіне қараған қарттың жүзінен әлде бір жылылықтың лебі ескендей еді. Сол сәтте ол жанына келген немересінің маңдайынан сипап, кекілінен иіскеді де әңгімесін бастады. Баяғыда әжең марқұм онда тірі болатын. Ол кезде колхоз өнім сеуіп бітісімен сабантой жасайтын еді. Ойпырмай, не бір қызықтар болушы еді-ау. Бәрінен бұрын ат жарысты айтсайшы. Әлгі Аманбайды атқа шабатын. Әй, өзі бар ғой, сенің әкең атқа жақсы шабушы еді, ылғи да ол мінген топай көк бәйгенің алдынан келетін. Қарт осы бір әңгімені айтқан сайын жалғыз ұлына деген көңіл мұзы жібігендей болатын. Сол сәтте қасындағы үнсіз тыңдап отырған сәби жүрегі де қуаныштан шаттанып, лүп-лүп соғатын. Қанша айтқанмен ылғида бәйгеден озып келіп жүрген мұның әкесі ғой. Мынау қаңырап тұрған үйдің бір бұрышында отырған дәрменсіз қарт пен әл жуас сәби тағы да өткен күндердің қиял кемесіне мініп алып, ой әлеммен шарықтайтындары бар. Ол әлгі сенің әкеңді айтам да, өзі жаман болмаушы еді. Жаман емес, ол тек әлгі аздап арақ ішкені болмаса, сенің әкең жаман емес. Арағын қояды ғой, сен оны жек көруші болма. Ол сенің әкең ғой. Соны ұмытпа, құлыным. Ол қазір ақымақ болып жүргенімен ақылы кірген соң арағын қояды ғой, қояды. Мен одан үмітімді үзбеймін. Сен бары ғой құлыным, әкеңді сыйлайтын бол. Жарай ма, құлыным? Жарайды, ата. Осыны әрең айтқан сәбидің екі көзі мөлтілдеп жасқа тұнып тұр еді. Жарайды ата. Өй, сен жылап отырмысың? Тек, құлыным. Жасық болма олай. Аманбай бар ғой, әлгі сенің әкеңді айтамын да, арағын қояды, құлыным.
Мен саған тағы да бір қызық әңгіме айтып берейін бе? Тыңдашы, құлыным. Баяғыда әжең марқұм онда тірі болатын. Бұл әлі қарттың немересіне айтып берген ақырғы әңгімесі еді. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәттілік тілеймін.